Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 4 сыныптың қазақ тілі пәнінің 1 бөліміндегі 2 сабақты бастаймыз. Тақырып ауызша және жазбаша сөйлеу. 1 тапсырма, яғни 6 тапсырма. Сызба арқылы тыңдайтын өлеңнің не туралы екендігін болжап көр. 3 бақытым, қалғым, тілім, отаным. Сызбада берілген сөздер, яғни 3 бақытым өлеңінің қалғына, соның ішінде тіліне, отанына арнағанын бірден байқауға болады. Ал енді келесі тапсырма. Өлеңнің не туралы екендігін қалай анықтадың және өлеңді мұқият тыңда. Тыңдаймыз. 3 бақытым. Мұқағали Мақатаев. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші, отан деген. Кім мықты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ кел дағы отал менен. 7 тапсырма. Өлеңдегі тілімдедім сөзі қандай мағынаны береді? Жұмсарттым, жібіттім, кестім. Бұл жердегі жұмсарттым, жібіттім деген сөздер тілімдедім деген сөзге мүлде келмейді. Яғни тілімдеу бұл бір нәрсені кесу, тілім тілмету. Сондықтан дұрыс жауап бізде кестім. Яғни 3-ші нұсқа бізде дұрыс. Келесі 8 тапсырма. Мақал мәтелдерді оқы, олардың мағынасын бір-біріңе түсіндіріп көріңдер. Ал бірінші, жақсы сөз жарым ырыс. Ырыс деген сөз бізде береке деген мағынаны білдіреді, молшылық деген. Яғни біз жақсы сөйлесек, ол біздің жарты байлығымызға, яғни жарты берекемізге тең деген сөз. Екінші, сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді. Бұл жерде сөздің, яғни тілдің таяқтан да қатты, таяқтан да өткір екенін көрсетеді. Үшінші, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Бұл жерде ойланып барып, ойды жинақтап барып, дұрыс нәрсені сөйлеу керек екендігі айтылған. Төртінші, айтылған сөз, атылған оқ. Бұл жерде де жаңа айтылғандай, айтатын сөзді ойланып айту керек, себебі бір айтқан сөзді өзіңе кері қайтара алмайсың. Бесінші, өз білмегеніңді кісіден сұра. Үлкен жоқ болса, кішіден сұра. Яғни бұл жерде өзің білмей тұрған істі үлкен кісіден, не болмаса сол істің өз маманынан сұрап, қателеспеудің алдын алу керек деген мағынада. Алтыншы, біліп тұрсаң да сұрап ал. Бұл да солай. Жетінші, жақсы кітап жақсы дос, үнсіз ұстаз. Яғни кітаптың сен үшін ең жақсы дос екендігі және оның үнсіз болса да сені алға жетелейтін үлкен ұстаз екендігі айтылып тұр. 9 тапсырма. Өлеңді түсініп оқы. Сөз қуаты шығарар ел төріне. Жер бетінен самғатар көк шегіне. Екі нәрсе тірі адамға керегі, бірі көңіл, бірі тілдің желегі. Көңіл тілдің иесі, сүйенеді сөз тілге. Сөз күйресе күйгені көңіл мен тіл көркіңде. Тапсырма. Өлеңдегі сөз қуаты тіркесі қандай мағына беретінін анықта. Бірінші, әдемі сөз, дұрыс сөйлеу, сөздің күші. Яғни, бұл жерде бізде дұрыс, сөздің күші. Ал енді таңдаудың дұрыс екендігін дәлелдейік. Бізде сөз қуаты, яғни бұл жердегі қуат деген сөздің синонимі күш деген мағынаны білдіреді. Сондықтан сөз қуаты, яғни сөздің күші деген мағынаны білдіреді. 10 тапсырма. Мәтінді оқы. Еркебай әжесіне не деді? Әжесі немересіне не деп жауап берді? Яғни мәтінді мұқият тыңдаймыз. Бірде Еркебай күні бойы ойнап, сабағына дайындалмастан ұйықтап қалды. Таңертең әлденені сылтауратып, мектепке барғысы келмей жүріп алды. Мұны әжесі байқады да киімін кие бастады. Әже, сіз қайда барасыз? Деді Еркебай. Мектепке. Онда не істейсіз, әже? Сенің орныңа оқып келем. Еркебай қатты ұялды. Әже,
Әжетай бармай-ақ қойыңызшы, өзім барам. Сол күннен кейін Еркебайдың сабағы жөнделе бастады. Күні бойы ойнағанды қойды. Әжесінің рұқсатымен біраз ойнап келеді де сабағына кіріседі. Ал Еркебайдың өзгеруіне не әсер етті? Әжесінің сөзі, әжесінің әрекеті. Яғни дұрысы әжесінің сөзі әсер етті. Оқушылар, осылай көп тапсырманың күннен күнге шығып отқан қаласаңдар, каналға жазылып, достарыңа таратуды ұмытпаңдар.